Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Көңіл-күйлеріңіз жақсы ма? Өздеріңізді қалай дамытып жатырсыздар? Не істеп жатырсыздар? Медитация, өздеріңізге керекті ақпарат, ілім-білімді іздеп, даму үстіндесіздер ме? Егер солай болса, мен қуаныштымын. Жарайсыздар деп айтқым келеді. Ал егер де олай болмаса, онда мен сіздерге айтамын, тоқтамаңыздар. Себебі егер де бір тоқтап қалсаңыздар, онда өздеріңіз қайтып жаңа деңгейге түсіру қиын болып кетеді. Сондықтан да тоқтаусыз, үздіксіз дамый беріңіздер. Сонда ғана сіздер жетістікке жетесіздер, иә? Соны мен сіздерге айтқым келді. Бүгін сіздермен біздерде мотивациялық сабақ. Яғни сіздер дәл қазіргі кезде менің өткен, яғни кезеңімде болуларыңыз мүмкін. Ол қандай кезең? Яғни сіздерде осылай болуы мүмкін. Сіздерде миларыңызды әртүрлі ой қаптап кетеді. Ой қаптап кетсек, не істеймін, не қыламын дейсіздер. Сосын телефон қарайсыздар, инстаграмға көп кіресіздер, иә? Сосын инстаграмға кіресіздер. Әркімнің өздеріңізге қызықты деген адамдардың сторис болсын, посттарын оқисыздар, видео көресіздер. Көп уақыттарыңыз сол әлеуметтік желіде өтеді. Одан қалса, тағы да басқа әлеуметтік желілермен сөйлесесіздер, қолданасыздар, байланыста боласыздар. Бірақ уақытыңыз өтіп жатыр. Ал сіз істеймін деген іс-әрекеттеріңіз толып кетті. Бұрын аз сияқты еді, ал қазір бірінің үстіне бірін көбейіп жатыр. Мүмкін сіз курстарға жазылып қойдыңыз, ал курстарыңыз болса қаралмай жатыр. Бастап едіңіз, оны соңына дейін, аяғына дейін жеткізе алмай жатырсыз. Не істеп жүрсіз білмейсіз, қайда жүрсіз білмейсіз, өзіңіздің күніңізді қалай реттеп алу керектігін білмейсіз, иә? Бұл жағдай тек қана сіздерде болмауы мүмкін. Бұл жағдай менің де басымнан өтті. Рас айтам, менде дәл осы жағдай өтті. Яғни менде көп өткен жоқ, бір ай жарым ай бұрын мен күнделікті дағдымды жасайтынмын. Мен ерте тұрам деп айтпаймын, бірақ 8-дерде шамамен тұруға тырысатым, себебі мен қазір демалыс үстінде демалып алайын, содан кейін бір рет кетсем деген оймен жүрдім. Кейін дағдымды орындап жүрдім, барлығын реттеп орындап жүрдім деп мен айта аламын. Бірақ кенеттен орындағым келмей қалды. Ол бір күн болып қалды, келесі күн тағы болды, орындалмай қалды. Сосын жақсы, өзіме бір сыйлық ретінде тоқтата тұрайын, бір пауза жасайын дедім. Пауза жасап едім, ол әрмен қарай ұзақ созылып кетті. Бір ай көлемінде болып қалды, шамамен айтқанда. Болып қалды, ал әрмен қарай оқылу керектілер көбейе берді, бірінің үстінен бірін секіре берді. Медитация ол қалды, таңертең ерте тұру қалды. Сәл өзімнен алшақтап алдым. Өзімнің ішкі менімнен Лаура өте қатты алшақтап кетті. Сәл болмағанда өте агрессивный, сондай нервный болатын едім. Сондай срывқа дейін де жететін бе едім, бірақ тоқтата алдым деп мен айта аламын өзімді. Себебі ой қаптап кетті, жатқанда да ойлайсың, тұрғанда да ойлайсың, жұмысым бітпей жатыр, ештеңені ұқсатып жасап жатырған жоқпын, күнде ұйықтаймын кейде, сөйтіп жүрем деген ойлар қаптады. То ауырып қалам, өзім ауырып жатам. Сондай жағдайлар көп болды. Ал білесіздер ме, ауру маған келді, себебі оның бәрі белгі ғой маған келіп жатырған. Ал мен түсіне алмай қалдым да, және әрі қарай не істеу керектігін білмедім. Бір күн ойландым, мен не істеп жүрмін, не тірлік жасап жүрмін, немен айналысып жүрмін деген сияқтылар ойландым. Ойланғаннан кейін менің уақытымды не алып жатыр деген де ойладым. Ойлап менің сол бір ай жарым бұрын менің яғни ішкі менім айтқан: Лаура, сенің уақытыңның көп бөлігі инстаграмда өтіп жатыр, әлеуметтік желілерде өтіп жатыр, сен оны кетіп тастасаңшы, кішкене демалсаңшы дейді. Ал мен болсам, білмеймін не істеу керектігін, және менің ақылым айтады: Лаура, жоқ, кетірме, сен күнделікті пост салу керексің, сен ақпаратыңды ұстап тұру керексің, сен деген егер кетіп жатсаң, сені адамдар қарамай қалады, сенен бәрі отписать етіп қалады деген ақылым айтты. Жоқ дедім, менің ақылым дұрыс айтады, мен тыңдау керекпін, мен деген қарау керекпін, мен салу керекпін деп жүрдім. Бірақ күндердің бір күнінде дәл осы жағдайға ұшырадым, яғни ой қаптап кетті, дағдым қалып қойды, өз-өзімнен сәл айырылып қалуға жаздадым, менімнен алыстап кеттім, иә. Сондай жағдайға ұшырағанда мен не істейтінімді білмедім. Не істеймін деп жүргенде маған душам, яғни ішкім рухым маған осылай айтты: Лаура, тағы да айтам, инстаграмды кетіріп тасташы деді.
мен тағы да өзіммен арпалыстым. Жоқ, кетірмеймін, болмайды, неге деп арпалыстым да ойладым. Егер де мен өзімнің душамды тыңдамасам, ішкі менімді тыңдамайтын болсам, онда мен өзімнен айырылар едім. Мен өзім басқа Лаура болар едім да. Сөйттім дағы сол күні мен кетіруге бел будым, шешім қабылдадым. Кешке жақын алдым инстаграмға өзім жазғым келген шынайы қолым мен миым жұмыс жасап, соны жазып сториске салған болатынмын. Сториске салдым, инстаграмды удалиттім, тастадым, болды. Мен енді ешкімнің сторисін, ешкімнің постын, ештеңесін қарамаймын, болды, инстаграм маған әзірге керек емес дедім. Ал білесіздер ме, ертең мен келесі күннен бастап уже мен ерте тұрумен де қалыпқа айналдым. Күнде ерте 6-да тұрам, жұмыстарымды жасап тастаймын. Менде уақыт шексіз болды. Білесіздер ме, менде уақыт шексіз. Уақытты қайда құртқым келеді, не істегім келеді, өзіме көңіл қай жағынан бөле аламын, өзімді қай жағынан дамыта аламын, соның бәрін еріксіз жаза отырып орындадым. Барлығын орындадым мен деп айта алмаймын, бірақ соған түстім. Бір жүйеге келдім қайтып. Мен соған қатты қуану үстіндемін. Рас, мен инстаграм болғанда да, мен әлеуметтік желі болғанда да менің өмірім жақсы болды. Оған ешқандай менің теріс пікірім жоқ. Дегенмен сәл плюс та минус та жүрдім, бірақ жасап жатырған өзіме өзім көңілім толады. Себебі мен көп сол болғанда да мен дамай бердім, бірақ та сәл болмағанда менің ойымды сан түрлі ойлар қаптап кететіндігі еді, тек минусы. Ал қазір шүкір деймін, кетіріп тастадым, барлық іс-әрекетті жазып, не істеу, не қою керектігін бәрін өзіме жұмыс жасап жатырмын. Кітап оқып жатырмын, дамып жатырмын, басқа да нәрселерді мен айналысып көңіл бөліп жатырмын да. Сіздерге не айтқым келіп жатыр? Құрметті мені тыңдап отырған апайлар, яғни менімен құрдас қыздар болсын, сіңілдерім, әжелерім бәлкім, менің оқырмандарым, мен сіздерге айтарым, өздеріңіздің алтын уақыттарыңызды телефон қараумен өткізбеңіздер, керек емес, жай ғана. Менің сіздерге берер тек қана кеңесім болсын. Енді мен соған келіп, өзімнің жасап жатырған бұрынғы дағдыма қайтып түсіп аламын, соған түсу арқылы өзімді дамытамын бір ай, содан кейін барып жайлап оны да инстаграмды дамытамын деп ойладым. Бірақ мен бұрынғы Лаураға кәдімгідей қолға келтіріп алу керекпін. Ойым кету керек, менің ең бастысы. Ештеңені ойламайтындай болу керекпін жатқанда. Медитацияны тыңдап, кітапты оқып, дамып алып, мына мендегі біреу маған түртіп қалғанда, мен оған жай ғана қарайтындай болу керекпін. Менде біреу түртіп қалғанда да менде кей кездер болады. Ренжіп қаласың, ашуланып қаласың деген сияқтылар болмайды емес, болады, мойындаймын. Соларды мен жойғым келеді, кетіргім келеді. Сап-сапырлы, кәдімгі ештеңеге ренжімейтін, болып жатырған іс болса да соған ренжімейтін, ештеңеге қарамайтын, сондай күйге дейін өзімді жеткізіп алу керекпін деген алдыма мақсат қойдым. Сонымен бұйырса жұмыс жасап жеткізіп барып инстаграмды қолға аламын, алла қосса дейін. Енді мен сіздерге кеңес бергім келіп жатыр. Сіздер дәл қазір инстаграмды кетіріп тастайсыздар, әлеуметтік желіні кетіріп тастайсыздар, ол плюс, бірақ өздеріңізді таба алмай жүрулеріңіз мүмкін. Не істеймін, не қоямын, мен немен айналысып жатырмын деген сұрақтар сізді қаптауы мүмкін. Менде ойым басқарып жатыр, мені түрлі ойлар қаптап жатыр миымды деп ойларыңыз де мүмкін. Мен сіздерге тек кеңес бергім келіп тұр бұл жағдайда, және көмектескім келіп тұр. Егер де сіз екі варианттан болуыңыз мүмкін. Бірінші вариант, сіз телефонмен әуре болып отырасыз. Екінші вариант, не істеріңізді білмей, әртүрлі іспен айналыссаңыз да өзіңізге көңіліңіз толмайды. Егер телефонмен айналысатын болсаңыз, екі варианттың біреуі болса, сонда мені мұқият тыңдаңыз. Ең бірінші мен сізге кеңес берер едім, өзіңіздің ұйқы режиміңізді дұрыс орнатып алыңыздар. 8-де тұрыңыздар, бірақ ерте 10-да жатыңыздар. Тек қана 8-9 сағат ұйықтаңыздар. Мен 7-8 едім негізі. Қараңыздаршы, мен күнде айтамын, мен консультация жүргізіп жүрген сіңілмен болсын, апайлармен болсын, мен есептеп аламын. Сізде 24 сағат бар деймін, соны бөліп тастайықшы деймін. Көбінде 10-12 сағаттар әлеуметтік желіде отырады екен, соның уақыттарын сол кісілермен бірлесе отырып құрып тастап еді. Қазір жайлап олар да өз жұмыстарын жасап жатыр. Мысалға, сізде 24 сағатыңыз болса, оның 8 сағаты сізде ұйқыға кететін болса, сізде 16 сағат бар.
16 сағат оның тамақ ішу, үй жинау, әртүрлі іс-әрекеттер болатын болса, оның шамамен 4 сағаты кетеді дейік. Оның 12 сағат қалады сізде. 12 сағат қалады сізде. Сіз мүмкін кейбіреулеріңіз жұмыс істейсіздер, кейбіреулеріңіз жұмыс істемейсіздер. Жұмыс істесеңіздер, шамамен 8 сағат істесеңіздер, сізде тек қана 4 сағат қалады. Ал сол 4 сағатты сіз егер де шамамен алғанда 1 сағатын интернет әлеуметтік желіге жұмсайтын болсаңыз, сізде 3 сағат қалады. Егер де сол 3 сағатыңызды сіз тиімді пайдаланатын болсаңыз, сонда мынадай өте жақсы адам болар едіңіз. Мен сіздерге біріншіден ұйқыларыңызды реттеңіздер деп айтамын. Ұйқыдан тұрғанда мен сіздерге медитация тыңдауға кеңес беремін. Медитация тыңдаңыздар. Медитация сіз тыңдайсыз, басына ойлар сізде бола береді, бірақ бола берсін. Тоқтатпасаңыз, қайтып тыңдай беріңіз. Олар болады, қояды. Алаңдамаңыз, тыңдай беріңіз, тек қана тыңдай беріңіз. Кейін медитация ұйықтар алдында және ұйқыдан тұрғанда тыңдайсыз. Ал үшіншіден, сіз өзіңіздің дағдыңызды қалыпқа келтіріп алу керексіз. Дағды деген не? Дағды деген күнделікті жасайтын өзіңіздің іс-әрекетіңіз. Мен сізге кеңес берерім, өзіңіздің күнделігіңізді арнаңыз. Өзіңіздің, яғни не істеп жүрсіз, немен айналысып жүрсіз, сол туралы жазыңыз. Екінші, сіз күнделікті айна жаттығумен айналысыңыз. Айнаға дәл қазір қарап отырасыз да, Лаура, сен қандай ақылдысың, сен мейірімдісің, сенің қолыңнан бәрі келеді, мен сені қатты жақсы көрем, мен сенімен мақтанам деп 3 рет, 5 рет айтыңыздаршы күнделікті айнаға қарап. Бұл екінші. Үшінші, күнде кітап оқыңыз. Оқи беріңіз. Тоқтамаңыз. Күніне 15 кітап оқысаңыз, 15 бет оқысаңыз, ол сізге былай артылып жатыр. Сізге көмектеседі. Кейін йога жаттығуын жасаңыз болады. Мен жаттығуын жасаңыз. Дәптерді алыңыз да, сіз өзіңіз қандайсыз, мен де отырып бәрін жасаңыз. Шүкіршілік айтыңыз, рахмет айтыңыз, қуаныңыз. Сонда ғана сіздерде бәрі жақсы болады. Сонда ғана сіздер дамый бастайсыздар. Қалай дамып жатырғандарыңызды өздеріңіз де түсінбей қалуларыңыз мүмкін. Қараңыздаршы, рахмет айтыңыздар деп. Мен неге айтамын, себебі бір кітапты оқығанымда, Ұшқан ұя романын, сол кезде Бауыржан Момышұлыға әжесі айтып кеткен екен. Аңыз ретінде. Бір күні жел, күн, ай, су бәрі ренжіп Алланың алдына келеді екен. Алла, су кезек-кезек айтады, мен шаршадым дейді. Бірінші ай айтады, мен шаршадым. Адамдар мені жақсы көрмейді. Адамдар мені мүлдем ұнатпайды. Маған теріс пікірде барлығы дейді. Не істеймін мен дейді. Мен оларға жақсылық істесем де жақпайды олар мені дейді. Ай айтады, Алла дейді, мен деген адамдарға шаршадым адамдардан дейді. Адамдарға ысытсам, суықтан, адамдарға жылуымды берсем, адамдар түсінбейді дейді. Не істеймін мен енді дейді. Сосын су айтады, Алла дейді, мен бұл адамдарға суымды беріп жатырмын, су ішіп те жатыр, маған келіп түсіп те жатыр, бірақ мен дұрыс пайдаланып жатырған жоқ дейді. Маған келеді, барлық қоқыстарын лақтырып кетеді дейді. Суға түседі, лақтырып кетеді дейді. Кейін жел айтады, Алла дейді, мен бір жел бола қойсам, адамдар бәрі уфлеп ақылап қалады. Мен болмасам, онда тек қана күн болып, тағы адамдар ашуланып ренжиді. Мен адамдарға жақпай қойдым дейді. Мен шаршадық дейді, бәрі айтады, біз кетейікші, бізді босатшы дейді. Сосын Алла айтады, не істерін білмейді, ойланады. Бір уақытта Жарқанат келеді. Жарқанат келеді айтады, жоқ Алла дейді, оларды босатпа дейді. Сен адамдарды қандай мақсатпен жараттың? Дәл сол күн, ай және суды да, желді де сол мақсатпен жараттың. Олар тұруға лайық, олар тұру керек орындарында дейді. Тағы да сөздер айтады, ұмытып тұрмын. Сосын Алла айтады, дейді, дұрыс айтасың дейді, олар тұру керек, тұрасыңдар сендер дейді. Және аналар өте қатты ашуланып кетеді. Күн айтады, сенің айтқаның бұл жерде дұрыс емес дейді, көзін ойып алады. Су айтады, егер де дәл солай келесіде айтатын болсам, мен сені тұншықтырып өлтіремін дейді. Ал сосын жел айтады, мен сені желмен бірге ұшырып жіберемін, өзімнің желіммен дейді. Ал ай болса ештеңе демейді, жай ғана күліп тұрады. Кейін Жарқанат дәл осылай адамдарды қорғап, жақсылық айтқаннан кейін барып, осы Жарқанат адамдармен жақсы қарым-қатынаста емес болып қалды. Мүмкін жел, ай, күндер бізге ашуланып, Жарқанатты бізге теріс қойып қойған болар, бәлкім білмедім, ол жағын. Сондай теріс пікірде Жарқанаттар адамға жақындаса да, адамдар ұнатпайды, адамдарға Жарқанат ұнамайды деген сияқты болып қалды осыдан кейінгі аңыз. Сонда қараңыздаршы,
бізге айтып тұрған осы желай күніміз бізге бәрі қарап тұр. Осы жерде отырсыз. Барлығы Алланың жаратылысы барлығы. Олардың барлығы жанды. Сіз барлығына қараңыз да жай ғана бәріне рахмет айтып шығыңызшы. Рахмет айтыңыз, шүкіршілік айтыңыз міндетті түрде. Сосын екінші мендегі мысал қарлығаш туралы. Бір күні бір бай болады. Сосын байды жылан өмірден құтқарып қалады. Сосын бай айтады: жылан, мен сен кез келген не қалайсың, соны орындаймын дейді. Кез келгенін айта бер дейді. Жылан ойланады, сосын айтады: мен осы әлемдегі ең тәтті қан жегім келіп тұр дейді. Сосын хан айтады: барлық уәзірлерін жұмсайды, уәдемде тұру керекпін дейді де, маса, шыбын, ара барлығын жібереді. Ең тәтті қанды табыңдар дейді. Барлық жерден барлығы іздейді. Ең соңында ең тәтті қан ол адамда болады екен. Соны маса, шыбын, ара барлығы айтуға жүгіріп бара жатырғанда, қарлығаш келіп масаға келеді. Маса, қайда бара жатырсың? Кімнің қаны тәтті болды сонымен дейді. Ол түсініп тұр адамның екенін қарлығаш, бірақ сұрақ жатыр. Сосын қарлығаш маса айтады: қойшы, мен уақытымды алмашы дегенде айтады да, мен өз жөніммен болу керек, мен асығып тұрмын, мені хан күтіп отыр дейді. Жақсы дейді де, онда ұшып барып әңгімесі қояйық дейді де, ұшып бара жатырғанда айтады: адамдардікі тәтті екен дейді. Жоқ, адамдардікі тәтті емес, ол жаман адамдардікі дейді де. Қарлығаш масаның тілін алып алады да бұрап қояды. Сосын шыбынмен кездеседі, шыбын да солай айтады, ара да солай айтады, олардың тілдерін жұлып алады қарлығаш. Сосын олар ханның алдына барады. Ханның алдына кетіп бара жатырғанда, дәл сол қарлығашпен сөйлесіп тұрғанда да олар деп қалады, тілдерін олар бұрап тастады ғой қарлығаш. Сосын сөйтеді де, не айтып тұр бұлар, мен түсінбей жатырмын дейді. Хан айтады: не айтып жатыр, не дейтінділер, кімнің қаны тәтті болды сонымен дейді. Қарлығаш ұшып келеді, айтады: мен түсіндім бұлардың не айтып тұрғанын дейді. Бұл айтып тұрған бақаның қаны тәтті дейді. Сосын барып масаға жыланға бақаның қанын беріп, бақаның қаны ең тәтті емес екенін жылан түсініп, содан кейін солай қарлығаш бізді, яғни адамдарды қорғап қалған екен. Бір жыланнан болсын, мүмкін барлық жыланнан болсын. Содан бері қарлығаштың ең киелі құс деп атайды. Қарлығашты адамдар да жақсы көреді, адамдарды қарлығаш жақсы көреді. Сондай бір-бірімен жақсы қарым-қатынаста орнаған екен. Сондықтан сіздерге айтарым, әр нәрсе болсын, әр жағдай болсын, рахмет айтыңыздар. Кейін осы мен айтқан дағдылардың барлығын бір ай бойы үздіксіз орындаңыздаршы, бір ай үздіксіз. Сосын сіздер өздеріңіздің қандай деңгейге көшіп жатқандарыңызды білесіздер. Өздеріңіздің мендеріңізге үңілуді білесіздер, сөйлесуді білесіздер. Сосын бір ай бойы өздеріңізді бақылап көріңіздер. Не істедіңіз, не қойдыңыз, қандай болдыңыз, Егер де мен айтқандардың барлығын орындайтын болсаңыздар, онда сіздерден артық, сіздерден ең мықты адам жоқ. Сіздерге сәттілік. Сіздерге айтпағым осы. Тек қана ілім іздеңіздер, білім іздеңіздер, дамыңыздар, өсіңіздер, ешқашанда өшпеңіздер, артқа қарамаңыздар. Сіздерге тағы да айтып та келе жатырмын, артқа қарамаңыздар. Болды, өтетінісі өтті. Алла дәл солай болғанын қалады, болды. Бітті, кетті. Ал болашақты ойлай берудің қажеті жоқ. Қалай болады, не болады, жоқ. Оның бәрі жоспарланып тұр. Тек сізден жақсы ниет, сізден жақсы көңіл күй, жақсылықтың болатынына деген сенім керек. Дәл осы шақ, мінекей. Дәл осы шақпен отырсыздар. Болды. Мені тыңдап отырсыздар ма? Қандай бақыттысыз. 12 мүшеңіз сау ма? Қандай бақыттысыз. Сіздерге айтпағым тек қана сәттілік. Күнделікті дағдыны қалыптастырып, медитацияны, кітап оқып, барлығын егер де қалыптастырып, бір ай бойы қалыптастыратын болсаңыз, онда сіз супер боласыздар, керемет боласыздар. Егер бір ай бойы осыны үздіксіз орындасаңыз, мен сіздерге тегін консультация беремін. Егер бір ай орындағаннан кейін барып, орындап жатырмын деп жазып кетіңіздер комментарийға, және бір айдан кейін мен орындап біттім, менің қолымнан келді деп отырып өздеріңіздің пікіріңізді жазып, номеріңізді қалдырыңыздар, мен сіздермен байланысамын. Сәттілік, рахмет, сіздермен Лаура.